Армысыздар, қасиетті Дарқан елім, және Қытайдың жауыз кейіп-кеспірін айда әлемге айпарадай ашып, ұлт мүддесі үшін аянбай күрескен Серікжан Біләшұлы, Айман Умарова, Бекзат Меллатқан және басқа да аты аталмаған ардагер азаматтарымыз бен атажұрт еріктілерінің маңайындағы барлық азаматтарымызға басымызды ие отырып, өскелең құрмет білдіремін. Бейбіт заманда жауыз Қытай Компартиясының геноцид саясатының құрбаны болып, елім, жерім деп басыма қиын күн туғанда пана сұрап келген бір қасіретті ана едім. Өздеріңіздің бауырларыңызға басып, қорғап, қолдауларыңызбенен еркіндікке жетіп, отбасыммен, 2 балапаныммен қайта бас қосып отырмын. Мені осы бақытқа жеткізген сіздер. Енді міне мен көрген сол жауыздыққа шыдамай, елім бар, жерім бар деп еңіреп, 2 азаматымыз да келіпті. Жауыз Қытай Компартиясы қазақ болғанымызды қылмыс етіп, бізді осы күйге түсіріп отыр. Сонда не, біресе орыстың, біресе Қытай Компартиясының жауыздығына көніп, үнсіз өліп кете беруіміз керек пе еді? Жоқ. 2 бауырым, елім бар, жерім бар, қорғайды деп сеніп келіп отыр. Оның үстіне сол жақтағы бауырларының аянышты тағдырын жеткізуге келіп отырған жайлары бар. Мен бұл істерін асқан ерлік деп бағалаймын. Алдыңа келген 2 азаматымыз жыламасыншы. Онсыз да арғы беттегі 3 миллион қандасымыздың Компартияның жауыз шеңгелінде азапталып жылап жатқаны аз беді. Айналайын халқым, Қытай Компартиясы жала жабудың асқан шебері бұл 2 азамат қана емес, арғы беттегі 3 миллион қазаққа, әр қазақтың басына жала жауып, қылмыс тауып дайындап қойған. Сондықтан ойына келгендерін істеп отыр. Ел болып, жұрт болып, 2 азаматымызды қорғап алып қалып, әлемге елдігімізді, ерлігімізді, бірлігімізді білдіріп қояйық. Айналайын халқым, мен Швецияға келгелі бір күнде тыныш жатқан жоқпын. Швеция мемлекеттік телеарналары менен үлкен басылымдарына Америка, Германия, Англия, Дания, Израиль мемлекеті, Катар мемлекет телеарнасы, тағы басқа да көптеген мемлекеттердің мемлекеттік телеарналарына сұхбат беріп, Қытай Компартиясының жауыздығын әшкерлеумен келе жатырмын. Енді келер аптада Араб Бірлескен Әмірлігінің телеарналары хабарласып келе жатыр. Өлімнен қорықпаған мен Қытайдан қорқамын ба сонда? Бұл мүмкін емес. Жанымды Қытай алмайды, Құдай алады. Қытай Компартиясы быт-жыт болмайынша, сол жақтағы халыққа болған жауыздығын тоқтатпайынша, менің бұл күресім әсте тоқтамайды. Паспортым шыққаннан кейін бүкіл әлемді кезіп жүріп, Қытай Компартиясының жауыздығын әшкерлеуге дайынмын. Айналайын бауырларым, жоғалған малдың да сұрағы болады. Қытайдағы бауыр туысыңды түгенде сұрау сал, қайда, неге, не себеппен, не жағдай болғанын анықтап, арызыңды тоқтатпа. Халықаралық құқық қорғау ұйымдарына, Біріккен ұлттар ұйымына арызданыңдар. Ертең өкініште қалмас үшін бүгін әрекет жаса, сен олардың үмітісің. Береке бірлікпен бір-біріңді қолдап, қашанда бірге бол, бауырларым. Бізге әрбір қазақ қымбат, онсыз да азғантай халықпыз. Күш бірлікте. Бірлік қайдан келеді? Бірлік тілден келеді. Қазақ тіліміздің мәртебесін көтеріп, береке бірлігімізді арттырайық, бауырларым. Барлығыңызды бір Аллаға тапсырамын. Аман болыңыздар.